Қазір дүниетану сабағы. Дүниетану пәнінің ортақ тақырыбы уақыт. Ал бөлімшесі менің ата-тегім қайдан бастау алады. Сабақтың мақсаты қазақ халқындағы шежіре таратудың маңызын білесің, және де өз ата-тегіңді таратуды үйренесің. Балалар, ата-тек деген не? Сен өзіңнің атаңның, арғы аталарыңның аты жөндерін білесің бе? Қанекей ойланып көрейікші. Иә, тектілік сөзінің өзі тек сөзінен шығады. Біздің әрқайсымыздың тегіміз көнеден бастау алған ежелгі бір ру тайпаның ұрпағы. Адамдар өз ата-тегін таратқанда бір атадан өскен әулеттің ұрпақтарының тізбесін жасайды. Көптеген халықтар шежірені тармақталған ағаш бұтақтарына балайды екен. Балалар, қазақ халқы әулеттің шығу тегі мен таралуын шежіре деп атайды. Қазақ халқында ата тегін ерлер тарапынан, яғни әке жағынан таратады. Салт дәстүрге сай жеті атасын білу аса маңызды болып табылады. Жеті атасын білу тектілік деп саналады. Балалар, ұрпақтар сабақтастығы қалай аталғанын ағаштың төменгі жағынан бастап оқып көрейікші. Ағаштың ең төменгі бөлігінде ең бірінші бала. Бала дегеніміз балалар, бұл сендер. Екінші әке, бұл сендердің әкелерің. Үшінші ата, бұл сендердің әкелеріңнің әкесі, яғни сендердің аталарың. Төртінші арғы ата, бұл сендердің аталарыңның әкесі. Бесінші атаны баба деп атайды. Алтыншы атаны түп ата деп атайды. Ал жетінші атаны тек ата деп атайды. Балалар, ұрпақтар сабақтастығын басқаша жеті ата деп те атайды. Жеті ата ұрпақтары мыналар. Бірінші ата, екінші әке, үшінші бала, төртінші немере, бесінші шөбере, алтыншы шөпшек, жетінші немене. Балалар, жеті атаны білу өте маңызды. Қазақ халқында бала өзінен бастап жеті атасының нақтылы есімдерін жаттап өседі. Бұл қазақ халқының ежелден келе жатқан салт дәстүрлерінің бірі. Біздің халқымыз жеті атаға толмай бір-бірінен қыз алыспаған. Жеті атасын білмеген жетесіз деген мақал бар. Яғни әрбір қазақ азаматы ең алдымен өзінің түп тамырының қайдан шыққанын білу керек. Ол дегеніміз жеті атасын білу міндетті. Сонда ғана ол өзінің туған халқының дәстүрін жалғастыра алады. Балалар, бұл дүниеге қаншама адамның ұрпағы келіп кетті. Сен де олардың жалғасысың. Сондықтан сен өз отбасыңның және тегіңнің озық дәстүрлерін жалғастыруың керек. Балалар, ендеше қазір сендер оқу тапсырмасын орындайсыңдар. Оқу тапсырмасына мұқият назар аудара қойыңдар. Бірінші тапсырма. Оқулықтарыңның 28-29 беттерін түсініп оқисыңдар. Екінші тапсырма. Үлкендердің көмегімен өз әулетіңнің ұрпақтар сабақтастығы қалай аталатынын шежіре ағашына орналастырасың. Яғни жеті атаңды шежіре ағашына орналастырып жазып, жекеге жібересің. Бұл тапсырмаларды қаншалықты орындағандарыңды келесі сабақта өзіндік жұмыстың кез келген түрімен тексеремін. Осымен дүниетану сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайындала қойыңдар.